Зұлқарнайын қисасы. Зұлқарнайын жорықта бір қамалды ала алмайды. Сөйтіп, мен Құдайдың әмірімен келіп тұрмын, қақпаны ашыңдар, деді. Ар жақтан бір кісі, мана түйіншекті ал, ашып көрсең бәрін түсінесің, деді. Ескендір түйіншекті ашса ішінде бас сүйек жатыр екен. Ол уәзірлерін жинап, бұның мәнісін сұрайды. Бір данышпан тұрып, сүйекті таразаға тартып көрейік, деді. Таразының бір басына сүйекті, екінші басына алтын күмісті салды. Сүйек ауыр тартты. Бүкіл әскердің сауыт сайман қару жарағын салды. Таразы тапжылмады. Жиналған жұрт мұнаны көріп қайран қалды. Ешкім шешімін таба алмады. Сол кезде қызыр келіп, бас сүйектің көз қуысына бір уыс топырақ тастады. Бұған дейін былқ етпеген бас сүйек жоғары ауды. Ескендір, «Уа қызыр, неге бұлай?» деп сұрады. Қызыр, «Нәпсі билеген адам қомағай ашкөз болады. Өзі тоймастың көзі тоймайды. Әлемнің алтын күмісіне тоймаған адам нәпсісі көрге кіріп, көзіне бір уыс топырақ құйылғанда ғана тояды», деді. Ескендір бұл оқиғадан ғибрат алып кері қайтыпты.